Hey, ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Каздако. Иә достар, бүгін біз осы арнамызға жаңа рубрика салатын боламыз. Және де бұл жерде біздің рубрика егер сіздің Free Fire'ыңыз қатса, не істеуге болады деген рубрика. Короче достар, сіздерге айтар кеңес, яғни бұл видеода. Енді сіздер қатса, міне былай. Сіздер Free Fire қатып, Free Fire ойнауға желанияларыңыз кетіп, достарға Free Fire'ым қатады, ойнамай қойшы бля деп сөйлеулеріңіз мүмкін. Ал енді достар, осылай болмау үшін енді біз короче аламыз да, настройкаға кіріп, настройкаға кіреміз да. Настройкаға кіреміз. Настройкаға кірген кезде мына жерде для р деп жазған кезде и іздейміз для р деп. Енді қысқаша жазған ғой енді. Так, іздеп жатыр қазір, достар, күте тұрыңыздар. Міне, для разработчика деп шықты. Для разработчика деген басамыз. Енді достар, мына жерде так, сынаяқты бізде өшіп тұр. Для разработчиков дегені қосылып тұру керек негізі достар. Яқта осылар болады. Ештеңе етеспеңіз. Бұл жерде білсеңіздер, бірден кеңіз құрды алыңыздар мүмкін. Яқта для разработчиков включено болып тұру керек. Басқа ештеңе кірмеңіз. Для разработчиков включено болса, енді достар біз төменге түсеміз. Міне достар, сіздерге мына жерде короче айтады, анимация дейді. Ол анимация деген кезге тиіспейміз. TikTok'та, YouTube'да бүкіл желіде айтады, осы анимация оқынды көтеру керек, анау деп. Жоқ, оны көтермейміз. Біз төмен қарай түсіп, аппаратное ускорение визуализации дегенге түсіп, яқта GPU ускорение дегенді қосып, включить титрик самсаң қосуымыз керек. Достар, мен неғып қоспады десеңіздер, сіздер контент үшін әдейі осылай бүйтіп басынан бастап көрсетейін деп қосып отырмын. Енді осыны қосуымыз керек. Бұл бірінші әдіс. Ал екінші әдіс, сіздерге Free Fire'ларыңыздың чувственності көтеру үшін бұл жерге жазуларыңыз керек. Скорость указателя. Скорость указателяға кіреміз. Скорость указателяға. Осы жерде язык и вот деген настройкаға кіріп кетеді. Сол кезде міне төмен жақтама, в общем, әр сотканың настройкасы арқылы дегендей скорость указателяға кіреміз. Осы жерде сіздерде былай төмен болып тұру мүмкін, осылай, либо орташа болуы мүмкін. Біз оны қазір былай көтереміз. Міне қараңыздар, дәл осылай тұр. Достар, осыдан кейін сіздердің Free Fire'ларыңыз өте қатты қатпайтын болады. Сіздермен болған мен Каздако, және де бәріңізге пока. Достар, арнаға тіркеліп лайк басып кетеміз.